Қамшының қысқа ғана ғұмырда жан жағыңа жақсылық жасап, адами болмысыңды жоғалтпай, мейірімді қалпыңмен отбасыңа, отаныңа, досыңа, ұрпағыңа өсиет қалдыра білсең, демек сенің Асқар Тау әке деген атың биік болғаны. Көзден кетсе де, көңілден кетпейтін, есіңде мәңгі сақталатын жандар болады. Әрине, сенің ең жақын адамың туралы естелікпен сөз сөйлеу ауырдың ауыры. Бірақ бұл дүниеге келген екенсің, құйрықты жұлдыздай қысқа ғана ғұмырда адами қалпыңды, адами болмысыңды сақтасаң, бұл өмірдегі ең үлкен парызың сол. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын деген Абай атамыздың өсиетіне жүгінер болсақ, адамның күллі ғұмыры біліммен, ізденіспен өтеді екен. Біз дүниеден өткен адамдарды еске алған кезде оның жарқын болмысын, елге еткен еңбегін еске аламыз. Асқар Таудай әкемізді сағынышпен еске алу. Сондай ғазиз жанның бірі Анарқұл Пернебек Нәсірұлы 1957 жылы 15 тамызда Отырар ауданы Темір ауылында дүниеге келген. Осындағы орта мектепті 1974 жылы тәмамдап, Алматы қаласындағы Қазақ политехникалық институтының сәулет өнері факультетінің ойдағыдай бітіріп шыққан. 1981 жылы еңбек жолын Отырар ауданындағы Отырар қорықтық археологиялық музейінен бастады. 1985 жылы отбасылық жағдайымен Сарыағаш қаласына көшіп келіп, өз мамандығы бойынша аудан әкімшілігіне қарасты. Сәулет және құрылыс бөліміне жұмысқа орналасты. Осы жерден өсіп өркендеген Пернебек Нәсірұлы өз ісінің білікті маманы болып қызмет істеді. 1992 жылдан бастап бөлім басшысы болып, ұзақ жылдар еңбек етті. Жұбайы Ханшайыммен бірге 2 қыз, 2 ұл тәрбиелеп өсірді. Немерелері мен жиендерінің сүйікті атасы еді. Асыл бейнеңіздің әрбір сәтін, туған туыстарға жасаған жақсылығыңызды, отбасына деген қамқорлығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Жатқан жеріңіз жайлы, жаныңыз жәннаттан болсын. Жарқын бейнеңіз жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады. Сіздің ұрпағыңыз барда, сіздің жасаған жақсылығыңыз барда, жақсы есіміңіз барда ешқашан ұмытпаймыз. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір.
жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін, рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін, рахмет өмір. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын анам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Рахмет, әке.